Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінде Сыр өңірінің өнері мен мәдениетінен мәлімет беретін арнайы зал бар. Сыр сүлейлері, қазақ әдебиетінің заңғар алыптары, сазгерлер, әншілер, ғалымдар осы залда хронологиямен орналастырылған. Өнер майталмандарының ішінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, атақты музыкант Батырхан Шөкеновтың орны ерек. Бүгін біз саксофонның виртуозы, елге белгілі сазгер Батырхан Шөкеновтың Муз ТВ музыкалық премиясы туралы сөз қозғайтын боламыз. Музыкалық премия туралы Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейі өлке тарихы ғылыми зерттеу бөлімінің ғылыми қызметкері Мұқанова Алма Сәбитқызы айтып береді. Алма Сәбитқызы, Батырхан Шөкеновтың музыкалық премиясы музей қорына қашан және қалай түсті? Батырхан Шөкеновтың өмірі мен шығармашылығына арналған 40-тан аса экспонат қазіргі таңда музей қорында сақтаулы. Соның ішінде бірегейі де, ерекшесі де осы мынау музыкалық премия болып табылады. Яғни бұл сыйлыққа келетін болсақ, бұл өте құнды жәдігерлердің бірі. Себебі жалпы осы табақша әр жылы Муз ТВ телеарнасы бойынша өткізілетін музыкалық фестивальда тек үздік эстрада әншілеріне ғана табысталып отыратын. Сондықтан 2015 жылы осы музыка өнеріне орасан үлес қосқаны үшін сазгер, атақты музыкант Батырхан Шөкеновтың өзіне табысталған болатын. Бұл сыйлық 2003 жылдан бастап беріліп келе жатыр, табысталып келе жатыр. Яғни бұның табақшаның кәдесейдің салмағы жалпы 2 килограммнан сәл асады. Таза жоғары сапалы латунь металынан жасалып, ортасында жер шары пішіндес фигурасы бар. Бұл жер шары жай ғана тұрған жоқ, бұның да өзіндік бір тарихы бар. Жалпы мына пішіні таза алтыннан көмкеріліп қапталған. Аталмыш кәдесейларды осы күнге дейін Art for You деп аталатын ресейлік агентство шығарып келе жатыр. Әлі күнге дейін осы. Және әр жыл сайын музыкалық премияны, музыкалық фестивальдарда осы премия табысталып келе жатыр. Соның бірегейі біз енді мақтан тұтамыз. Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің мәдениет және өнер залының экспозициясында жаңағыдай орын тапқан, сол музейдің ең құнды жәдігерлер қатарынан табылуына өте қуаныштымыз. 2016 жылы Батырхан Шөкеновтың өмірі мен шығармашылығына арналған арнайы экспозиция жасақталған болатын. Сол экспозицияда әншінің өзінің жеке заттары, кәдесыйлары, сахналық костюмдері де қойылған болатын көрмеге. Сол экспозицияны салтанатты ашуға арнайы қонақтарымыз да осы музейге келген болатын. Оның ішінде елімізге танымал Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева, Наджиб Вилданов сынды өзінің жаңағы эстрада әншілік өнердегі өзінің достары, ұстаздары келген болатын. Алма Сәбитқызы, Батырхан Шөкеновтың өнер жолы туралы бізбен бөліскен құнды ақпаратыңыз үшін көптен көп рахмет. Отандық эстрада өнерінің ерекше дарын иесі Батырхан Шөкеновтың музей қорында 40-тан астам жеке заттары сақтаулы. Батырхан Шөкеновтың өмір және өнер жолымен тереңірек танысқыңыз келсе, музейге келіңіз. Келесі кездескенше аман сау болайық.